Саламатсыздар қыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының детокс өнімі және организмді токсиндер мен шлактардан тазалау. Токсиндер мен шлактар қаяқтан түседі бізде? Токсиндер көбінесе бізде сыртқы ортадан түседі. Олар тұздар болуы мүмкін. Тұздардың барлық түрлері, адам жеп жатқан тұздардан бастап, химиялық заттардан бөлінетін ауыр металдардың тұздары болуы мүмкін. Екінші жағдай, бізде көп кездесетін жағдай бұл нитраттар. Нитраттар дегеніміз кәдімгі селитра, біз ғана ауыл шаруашылығында көп қолданатын өсім жемісті тез көп беру үшін, алу үшін жаңағы ауыл шаруашылығында қолданады. Бір реттік егер нитратты жейтін болсақ, бір-екі рет мысалы болса, ол соншалықты қауіпті емес, но бірақ енді ұзақ уақыт бойы жаңа нитрат көп мөлшерден асып кеткен жемістерді жейтін болса, ол организмге жиналып қалады, ол уже зиян болады. Екінші бір жағдай, дәрі-дәрмекті көп қолдану. Бұл көбінесе сау адамдар емес, созылмалы ауру бар адамдар үнемі дәрі ішуге тура келеді, оларға сондықтан кейбір дәрілердің организмге жиналып қалуы болады. Осының жағдайлар, сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде қосатын химиялық заттар. Консерванттар дейді, олар жаңағы тамақтың иісі тез бұзылмауына көмектесетін сондай бір химиялық заттар. Ол барлық тамақтың түріне қосылады, сондықтан ол да зиян болып табылады егер мөлшерден артық көп қолданатын болсақ. Сонымен қатар генно модифицированный, гендік өзгерістерге ұшыраған өнімдер. Бұл көбінесе тауық еті біз жейтін, енді сиыр мүмкін жаңағы басқа да еттер болуы мүмкін. Сонымен қатар мынау шетелден келетін, Европа елдерінен келетін нелер, консервированный жемістер. Бұл жаңағы горох болсын, кукуруз болсын, банкіде болатын. Осындай өнімдер көбінесе геномодифицированный болады. Осы жағдайларға байланысты адамның денесіне біртіндеп токсиндер жиналып қалуы мүмкін. Екінші бір жағдай, адамның өзінің зат алмасу процестерге байланысты. Адам өмір сүреді, ұзақ уақытты, мысалы біраз уақытты не болады, организмде химиялық процестер жүреді, ол соған байланысты денеде зиянды улы заттар шығып кету керек емес заттар. Бірақ кейбір жағдайларға байланысты ол біртіндеп организмге жиналып қалады. Бұл енді адамның жасына байланысты болуы мүмкін, болмаса жаңағы басқа бір бауыр, өкпе ауру бүйрекпенен жаңағы бауыр ауруларына байланысты болуы мүмкін. Осы жағдайларға байланысты бізде организмде шлак жиналып қалады. Енді ол қандай белгі беруі мүмкін? Олар біріншіден иммунитеттің әлсіз болуы. Адам тұмауменен неше түрлі жұқпалы аурулармен жиі ауырады, одан кейін ұзақ ауруы мүмкін. Тағы бір жағдай, денеде шығатын әртүрлі жаралар, одан кейін бөртпелер, одан кейін аллергиялық реакциялар әртүрлі. Түсініксіз, одан кейін ауырсыну сезімдері, ол бастың ауруы, бұлшықеттің, буынның аурулары. Сонымен қатар іштің кеуіп кетуі, іштің қатып қалуы, қайта іштің кейде өтуі де болуы мүмкін. Неге байланысты? Интоксикацияға байланысты. Одан кейін тілдің ауыздан нашар иістің шығуы, одан кейін тілде налеттің болуы. Осындай жағдайларға байланысты адамда бұл барлығы, осы белгілердің барлығы, ол адамда токсиннің немесе шлактың жиналғандағы белгілер болуы мүмкін. Енді осыны қалай біз тазалаймыз? Бұл біріншіден өз тазалаудың табиғи жолы, ол біздің күнделікті тамағымызды кішкене өзгерту, ол табиғи ешқандай дәрі қосылмай, геномодифицированный гендік өзгерістерге ұшырамаған тамақтарды жеу. Одан кейін кашалардың түрлері, гречневый каша дейді, овсяная каша, кашаларды жеу, одан кейін капуста, жүгері, одан кейін күріштің суы, күрішті қайнатқан су ішкен кезде сол организмді тазалайды. Және одан да бұлардан да қалай эффективный, тиімдірек, оңайлырақ NL компаниясының детокс өнімі бар. Бұл детокс өнімі өзі бір бағдарлама бойынша программа бар, арнайы. Сол программа бойынша 4 этаптан тұратын бағдарлама бойынша қабылданады. Бұл 4 этап 10 күннен 40 күнге дейін созылады. Бірінші этапта бізде ішекті тазалау жүреді. Былайша айтқанда, ішектің бүрлерінде, ішектің ішінде, аш ішекте қатып қалған, тұрып қалған заттар болады. Олар жаңағы ұзақ уақыт тұруы мүмкін, бір жылдап адамның ішінде. Ол қатып қалған жаңағыдай қабырғада ішектің бүрлерінің арасында тұрып қалады, одан кейін тамақтың ішке қарай сіңуі нашар болады. Сонымен қатар ішектің микрофлорасын бұзады. Сондықтан ондай адамдарда көбінесе іштің кебуі, іштің қатып қала беруі ол кісілерде кездеседі. Осы жағдайда бірінші кезекте ішекті тазалау жүреді.
ішек тазаланған кезде бұл жерде ешқандай ауырсыну сезімі болмаса адамда өзін дискомфорт сезінбейді. Бір жағдай, одан кейін басқа организм органдардың жұмысын жақсартады. Бұл бірінші этап. Екінші этап бұл бауырдың жұмысын жақсарту. Білесіздер, бұл бауыр, одан кейін бүйрек, ол фильтр болып табылады организмде. Бауыр бүкіл біздің ішіп жеген жаңағы токсиндердің бәрін залалсыздандыруға, химиялық кішкене реакциялар жасап, оларды организмге зиянсыз, одан кейін оларды шығаруға көмектеседі. Детокс екінші бағдарлама, детокстың бағдарламасының екіншісі бөлімінде осы бауырдың жұмысын жақсартады, одан кейін тұрып қалған қапшығында тұрып қалған өттің сыртқа шығуын көмектеседі. Бұл екінші жағдай. Үшінші жағдай, бізде фильтр орган қызметін жаңағы денеден зәрді шығаратын орган бұл бүйрек. Бүйрек, білесіздер, бұл жұмысын екі түрлі істеуге болады. Біріншіден қатты мочегонный препараттар арқылы бүйректің жұмысын қолдан күшейтуге болады. Екіншісі тағы да детоксты беріп бүйректің жұмысын жақсартуға болады. Екеуінде үлкен разница бар. Біреуінде қатты мочегонный препараттар берген кезде бізде минералды заттар, тұздар сыртқа қарай шығып кетеді. Ол негізі жақсы нәрсе емес, өйткені денеде тұз болу керек. Ол адамның денесінің қысымын, адамның pH ортасын ұстап тұратын зат. Тұз деген керек нәрсе. Ал бұл жерде детоксты берген кезде бүйректің жұмысы жақсару арқылы денеде тұз қалады, но бірақ жаңағы денеміздегі артық токсиндер менен артық сулар шығып кетеді. Сондықтан ісікті қайтарады. Осы жағдай, одан кейінгі жағдай, енді мына бірінші, екінші, үшінші этапта біз ішекті тазалатып, бауырды тазалатып, жаңағы бүйректің жұмысын жақсарту арқылы денеден суды шығардық. Төртінші этап, осы тазаланған ішектің ішінде бізде микрофлораларды қайта өсіріп шығады. Адамның өзінде өзінің микрофлорасы болады. Оның қызметі біріншіден ішектің жұмысын жақсарту, ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Екінші жағдай, мынау биопленка деген бар. Бұл ішектің ішкі жағын жаңағы бізге керек полезный микробтарменен жауып, сырт ішекте токсиндарды ішке жібермейді, қанға жібермейді. Сондай барьерный функциясы бар. Үшіншісі, бұл иммунитетке жауап береді. Сондықтан төртінші этапта біз осы үш айтқан ас қорыту, биопленка защитный функцияны, одан кейін иммунитетке жауап беретін, бактерияларды өсіретін сол 10 күндік болады. Сол 10 күннің ішінде микрофлора өсіп шығады, бізге пайдалы. Осындай 4 этаптан тұрады. Капсуладан, бұлар 2 капсуладан күніне 2 рет ішіледі. Сол барлық бір кейстегі препараттардың саны соған жетеді. Сонымен қарсы көрсеткіштер қандай болуы мүмкін? Қарсы көрсеткіштер бұл бізде жүктілік, одан кейін емізіп жатқан адамдарға болмайды, одан кейін өтпенен тастағы, өт және бүйректе тасы бар адамдарға болмайды. Одан кейін аллергиялық реакция. Осы жағдайларда қолдануға болмайды, қалған кезде біз қолданамыз. Сондықтан бұл препаратты қолданып көріңіздер, результатын көрсеңіздер, сіздер жазыңыздар. Мен қазір слайдқа қоям, до и после деген бұл ішкен адамдардың ішкенге дейінгі, одан кейін осы препаратты қолданғанға дейін суреттерін, отзывтарды көресіздер. Өздеріңіз жазыңыздар. Егер де сізге бір қызық болмаса, түсініксіз жағдай болатын болса, комментарийға жазыңыздар. Препаратты қаяқтан аласыздар? Бұл интернет арқылы заказ қылуға болады. Әр қалада, барлық қалада емес, бірақ жақын қалаларда, болмаса үлкен қалаларда сіздің қасыңыздағы бұл препаратты магазиндер бар, NL компаниясының, сол жерде бұл сатылады. Болмаса NL компаниясының кірген сол жерде жұмыс істейтін қыздарды, жігіттерден сұрасаңыздар болады, бұл сіздерге тауып береді. Сондықтан, егер де сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Сізге қандай тақырып қызық болады, соны жазыңыздар. Сол жайлы сіздерге мен YouTubeға информация бере аламын. Жақсы, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау, қош болыңыздар.